أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұхтарам жамаат, алла тағала баршамызды мешітімізге арнайы бас көтерген қадамдарымыз сауаптан жассын. Оқылып жатқан намаздарымызды, өтіп жатқан сабақтарымызды алла тағала намаздарымызды қабыл етіп, сабақтарымызды пайдалы болуын нәсіп етсін иншалла. Біздің келіп жеткен тақырыбымыз мұғжиза. Алдыңғы сабақта біз пайғамбарларға берілетін мұғжизаның не екенін айтып өткен болатынбыз. Бүгін енді және сол мұғжизаның жалпы пайғамбарларға берілудегі хикметін, даналығын да айтып өткен болатынбыз. Не себепті ол беріледі, оның пайдасы қандай жалпы. Енді бүгін ма уаджху далалати المعجزة على صدق الأنبياء وكونها قائمة مقام قول الله تعالى صدق عبدي. Бүгін енді өтетін сұрақ, келесі сұрақты қойып жатыр имам Тахир Жазайри. Ол сұрақта айтады, яғни осы мұғжизаның дәлел болатындығы пайғамбарлардың шыншылдығына. Яғни қалайша дәлел болады деп жатыр. Және وكونها قائمة مقام قول الله تعالى. Және Аллах Тағаланың сынақ болу мақсатында оларға, пайғамбарларға жаңағыдай мұғжиза көрсетуді бергенде Аллах Тағала. Бірақ сол мұғжизаның жаңа хикметі, даналығы Алланың сөзі секілді деп айтадық та. Как будто Алла Тағала бұл менің құлым рас айтты деген сөзді алмастыратын нәрсе, ол не? Мұғжиза деп жатыр. Соны қалай түсінеміз деп жатыр да. ووجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء يظهر من Хәзіл мисал дейді. Енді жаңағы мұғжизаның пайғамбарлардың шыншылдығына дәлел болатынның тәсілін, соның бір жағын біз қайдан байқаймыз дейді? Мына мысалдан байқаймыз дейді. Қазір сіздерге бір мысалды келтіреді. Сол мысалды оқыған кезде сіздер не істейсіздер? Түсінесіздер бұл жағдайды. Осы мысалдан не істейді дейді? Білінеді дейді. Жаңағы мұғжизаның шын мәнінде пайғамбарлардың шыншылдығын білдіреді, дәлелдейтін, растайтын нәрсе екендігін. Уалиллахил масалул а'ла, бірақ дегенмен Алла Тағала не? Біз білуіміз керек, мысал келтіруден жоғары. Өйткені Алла Тағала ешнәрсе мысал болмайды бәрібір. Сондықтан 100% не істей алмайды? Алмастыра алмайды ешқандай мысал. Түсінді ме? Өйткені Алла Тағала ондайдан не? Мысалы жоқ деп айтамыз ғой біз. Алланың жалпы мысалы жоқ. Сол себепті көбінесе осындай мысалдарды келтірген кезде адамдарға түсінікті болу үшін айтады. Дегенмен бәрібір ол 100% осылай деген сөз емес. Түсінікті? وهو أنه لو قام أحد من الناس في محفل عظيم بمحضر الملك كبير حكيم. Оны мысалы дейді, бір қауым дейді. Былайша айтқан кезде бір қауымның бір адамы келді де, үлкен бір жиынға қатысты. Үлкен бір жиынға. Және сол жиында кім отыр? Дана, жаңағындай жоғары мәртебелі патшаның өзі де отыр сол жиында. Бірақ сол қауымның ішінен біреу тұрады да не істейді? Шығып сөйлейді. Бір адам. Түсінікті? Бірақ сол жерде кім отыр? Жаңағы патшаның өзі де сол жерге қатысып отыр. Патша сөйлеп отқан жоқ. Бір адам шығып сөйлеп отыр. Түсінікті? Соны айтып отыр. Вақала айюханнас, ей адамдар дейді, жаңағы адам шығып алып. Инни расулу хазал маликил хаким дейді. Маликил илайкум дейді. Мен дейді, жаңағы осы сендердің араларында отырған патшалардың есімін, елшісімін дейді. Сендерге жіберілген дейді. Сөйтіп бір адам шығады да, жаңағы қауымның ортасынан. Сөйтіп сөйлейді. Жаңағы осы патшаның сендерге жіберген несі? Елшісімін деп жатыр да. Яғни му'таминуху ладайкум дейді. Былай айтқан кезде жай емес, сенімді адаммын деп жатыр да. Сендердің алдында тұрған патшаның сенімді адамын деп отыр. Арсалани ли аблигукум ауамируху дейді. Мені жіберудегі мақсат дейді патшаның сендерге. Оған не? Оның бұйрықтарын жеткізу. Түсінікті? Сендерге. Уаху алимун би мақалати. Ол не істеп жатыр? Менің не айтып жатқандығымның барлығын біледі деп жатыр да. Түсінікті? Уасамиун ли калами. Мен әрбір сөздерімді естіп отыр. Өйткені сол жерде отыр ғой. Мубсирун ли, және мені көріп тұр. Мен не айтып отқаным барлығын. Ва аяти сидқи ан атлуба минху ан яхриқа
عادته ويخالفها فيجيبني إلى ذلك. Енді менің шыншылдығыма белгі болатын нәрсе дейді, менің рас айтып тұрғандығыма, яғни оның сол патшаның елшісі екенін, соған жаңағы міндеттерді жеткізуге жібергендігі ретінде жалпы айтып отқан сөздерінің шын екенін білдіретін белгі дейді. Қандай деп жатыр? Ән атлуба минху ән яхриқа адатуху. Мен қазір сол патшаға айтам дейді, оның күнделікті жасап жүрген әдетін бұзып, әдеттен тыс басқа бір нәрсені жаса деп айтам дейді. Сосын ол патша не істейді? Соны жасайды дейді. Түсінді? Солай талап еткеннен кейін. Яғни мен айтқан талабымды ол кісі не істейді? Мен осылай айтам жаңа патшаға. Сіз әдетте ол нәрсені жасамайсыз. Бірақ бүгін менің сөзім дәлелді болу үшін мен сізге қазір өзіңіздің әдетіңізді бұзып, былай істе деп айтам. Сіз соны істейсіз? Жасасаңыз деп. Сол кезде патша не істейді? Соны жасайды. Түсінді? ثم قال للمالك إن كنت صادقا في دعواي فاخرق عادتك وقم 3 مرات متواليات. Жетпесте жаңағы елші келеді айтады ана патшаға. Сол жерде отыр ғой барлығы жиналыста. Орнынан тұр дейді. 3 мәрте қатарынан, бірінен соң бірін. Бірақ әдетте патшалар олай не істемейді? Жасамайды олай. Бірақ мына жерде не істеп жатыр? Мына өзінің елшісі екендігін дәлелдеу мақсатында елшісінің айтып отқан сөзін растау үшін не істеп жатыр? Сол әдетті бұзып, бұрынғы өзінің істемейтін нәрсесін істеп жатыр. Түсінікті ғой? Соны айтады. Фафа'ала малику залик. Сөйтіп патша жаңағы елшінің айтқан сөзін істеді, бұлжытпай соны дәлме-дәл орындайды. Фаиннаху яхсулу лил-жамаати илмун дарури. Яғни осы жерде жаңағы сол жиынға қатысып отқан бүкіл адамдарға ол не істейді? Ешбір дәлелсіз жаңағы елшінің рас айтып тұрғандығын не істейді? Көрсетеді дейді, білдіреді дейді. Дарури деп атқан, яғни оған уже дәлел керек жоқ. Өйткені и так-то понятно уже. Анау елші айтты, патша не істеді? Соны айтқанын бұлжытпай орындап істеп тұрды. Әдетте патшалар олай істемейді негізі, түсінікті ғой? Міне соны айтып отыр. Бұл нәрсе не істейді? Жаңағы жамағатқа сол жердегі жиналып тұрған. Бұл не? Сондай бір білім береді дейді. Жаңағы адамның бисидқихи фи мақалатихи. Жаңағы елшінің айтып отқан сөзінің рас екендігін. وقام خرق الملك لعادته مقام قول الملك قد صدق فيما ادعاه ولم يشك أحد أنه رسول الملك. Осылайша жаңағы патшаның өзінің әдетінен тыс нәрсені бұзып жасауы жаңағы елшінің шынымен де оның елшісі екендігін істеп тұр, растап тұр. Осы жерде бүкіл күмән не істеліп жатыр? Жойылып тұр дейді. Түсінікті ме? Неге біз оны айтып жатырмыз? Әдеттен тыс нәрсені жасасын деп. Өйткені мұғжиза да солай ғой. Мысалы, бұл дүниеде не бар? Кез келген нәрсе Алла Тағаланың заңымен жүріп жатыр да. Түсіндіңіз бе? Мысалы, күн не істейді? Батыстан батады, шығыстан шығады. Бұл қағида, бұл заң. Күнбе күн қайталанатын нәрсе. Ал мұғжизада не істейді? Әдеттен тыс нәрсе болады. Түсіндіңіз бе? Сол себепті жаңағы жерде мысалда соны айтып отыр. Яғни патша өмірі істемейтін әдеттен тыс бір нәрсені істейді. Түсіндіңіз бе? Бұл жерде де солай. Мұғжизада Алла Тағала не істеп жатыр? Пайғамбарға, пайғамбардың қолыменен әдетте болмайтын бір керемет, ғажайып нәрсені адамдарға не істеп жатыр? Көрсетіп, жасап беріп жатыр. Мысалы, сен қазір айды қолмен, саусағымен қанша рет жүргізсең де, күнде қол не істемейді? Екіге бөлініп кетпейді. Өйткені ол әдетте ондай нәрсе болмайды. Ал бірақ пайғамбар істеді, ол бөлінді. Неге? Өйткені пайғамбардың Алла өзін істеп жатыр, растап жатыр. Әдеттен тыс болатын нәрсені жасауға оған рұқсат беріп жатыр сол мезетке. Түсіндіңіз бе? Мысалы, өлі адам ешқашан сен тіріл десең тұрмайды ол. Бірақ әдеттен тыс пайғамбар істесе, ол мұғжиза ретінде не істейді? Негізі олай болмау керек. Ешкім тірілте алмайды олай. Бірақ Алла Тағала осы менің елшім, менің пайғамбарым, мен оны жіберіп отырмын. Сол себепті ол осындай әдеттен тыс болатын нәрсені сендерге жасап беріп отыр
деген нәрсені көрсетуі осы мысалдан не істейді? Айқындалады деп жатыр. Түсінікті ғой жаңағы мысал. Міне жаңағы пайғамбардың мұғжизасының, пайғамбардың шыншылдығына осылайша дәлел болатындығын осы мысалдан не істеуге болады дейді? Байқауға, көруге болады дейді. Түсінікті ма? Бізде көбінесе жаңағы агностик, атеист дейтіндер көбінесе солар ғой қарсы шығатын. Ол мүмкін емес. Әдетте бұндай нәрселер болмайды деп, түсіндіңіз бе? Сөйтіп айтады да олар. Сол үшін не істейді? Жоққа шығарады. Түсіндіңіз бе? Ал бірақ сынақ ретінде осындай нәрселер болмайды емес. Пайғамбарлардың Алла тағала не деп жатыр? Пайғамбар дінімізде, сенімімізде, ақидамызда осындай әдеттен тыс болатын нәрселер болатындығын бізге айтып түсіндіріп беріп жатыр. Түсіндіңіз бе? والأنبياء عليهم السلام قد ادعوا إرسال الله تعالى لهم لبشر. Осылайша пайғамбарлар не істейді? Алла тағала оларға сәлем болсын. Былайша айтқан кезде жариялайды. Алланың жіберген елшісі екендігін жариялайды адамзатқа. Яғни Алла не істейді? Осы пайғамбарлардың қандай дағуат жасап жатқандығынан хабардар, білуші, сәмиун лахум, не айтып жатқандарын естуші, назирун лилейхим, олардың не айтып жатқандарын қарап тұрушы үстіне. Фаиза талабу мин Аллахи та'ала изхарал муъжизати аллати лайса фи тақатил башар. Солайша не істейді? Адамның қолынан келмейтін жаңағы мұғжизаны жасайын деп жатқан кезде жаңағы пайғамбар Алладан сұрайды ғой, осы мұғжизаны жасайын деп. Сол кезде не істейді? Сол мұғжизаларды оған не істейді? Адамның қолынан келмесе де негізі ондай нәрсе жасау. Бірақ оған не істейді? Сондай оған не істейді? Солай көмек береді. Ондай жасау мүмкін болмаса да, бірақ сол мезетте өзінің пайғамбарына осылайша не істейді? Көмегін береді. Осы мұғжизаны көрсетуге. Осылайша пайғамбар не істейді? Сол мұғжизаны көрсетуге шамасы келіп қалады. Негізі келмейтін еді, бірақ сол кезде шамасы келіп қалады. Осылайша бұл не? Алланың өзінің ісімен не істеп жатыр? Өзінің пайғамбарын растап жатқандығының белгісі, соның шыншылдығы, соны растап жатыр дейді. Бұл жаңағы сол Алланың сөзімен растағанмен пара-пар. Бұл менің пайғамбарым деген сөзді бар ғой. Сол сөзді айтқанмен бірдей деп жатыр да. Бұл жерде просто не? Сөзбен айтып жатқан жоқ. Немен айтып көрсетіп жатыр? Ісімен. Ісімен дәлелдеп жатыр. Бұл менің пайғамбар екендігін ісімен көрсетіп жатыр. Сөзбен емес. Бірақ сөзінен қарағанда жаңағы нәрсе не болады? Бәрібір керемет болып тұр да бәрібір. Осылайша не істейді? Бұл жаңағы пайғамбарлардың шыншылдығына талап етеді дейді. Өзінің пайғамбарлық дағуатында. Өйткені Алла тағала жаңағы әл-хаким, әл-алим, дана, білуші, қадир, лил-казиби, әмрун захир истихала. Былайша айтқан кезде жалған пайғамбарға бұндай нәрсені жасауға не істемейді? Көмектеспейді. Түсінікті ғой? Өйткені Алла тағала біреу мысалы келіп айтып жатса, өзін жалған пайғамбар болып, мен мұғжиза көрсетемін қазір сендерге деп. Ол мүмкін емес нәрсе. Сол үшін айтып отыр. Не дейді? Захирун истихала дейді. Әмрун захирун истихала деп жатқан сөз, жалған пайғамбардың мұғжиза көрсетуі, Алланың оған көмектесуі, оған жәрдемдесуі, сол мұғжизаны көрсетуге мүмкіндік беруі мүмкін емес нәрсе. Түсінікті ғой? Және оның да дәлелдері өмірде не істеді? Болды. Тіпті пайғамбарымыздың тірі кезінде де қаншама жалған пайғамбарлар шықпады емес, шықты. لا سيما وقد انضم إلى دلالة المعجزات على صدقهم. Осылайша не болады? Жаңағы әсіресе мынау мұғжизалардың барлығы не істейді? Сол пайғамбарлардың шыншылдығына дәлел болады. Ма иштахара анхум, сол сияқылды мұғжизадан бөлек пайғамбарлардың пайғамбарлығына дәлел болатын нәрсе тағы да мұғжизадан бөлек қосымша. Ол не? Мин сифати вал ахвал, яғни пайғамбарлардың сипаттары.
Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи пайғамбарлық келмей тұрған кезде бүкіл кәпірлер не істеді, оны шыншыл деп қабылдады, сенімді деп қабылдады, ең әділ деп қабылдады, ең көркем деп қабылдады, ең жаңағындай бүкіл қандай мінездер бар адамдардың ортасында, қоғамда біріктіретін, жақсы көретін, жақындататын, сол мінездің бәрін кімнің бойынан тапты? Өзінің араларында жүрген пайғамбарлардың естіді. Тіпті олар айтты ғой, сен біздің ең құрметтісің, құрметтіміз едің ғой деген секілді. Не болды саған деген секілді. Сондай сөз айтты. Түсіндіңіз бе? Солай жатыр. Яғни бұл мұғжизалардан бөлек пайғамбарлардың шыншыл екендігін дәлелдейтін нәрсе тағы не бар дейді? Қосымша осындай сипаттары бар дейді олардың. Бұл жай ғана біздің пайғамбарымызда ғана болған сипаттар емес, бүкіл пайғамбарларда да бойларында сондай сипаттар болған. Түсінікті ғой? Яғни олар не болмаған? Күнәһар, сорақы, ұятсыз, арсыз, сондай болмаған олар қоғамда. Түсінікті ғой? Соны айтып отыр. Уәл ахуал, және олардың халдері, жағдайлары дәлел болады дейді. Әлләти хия фи ғаятил хусни ва нихаятил камал. Былайша айтқан кезде жақсы мақсатта ғұмыр кешті және ең кемел, былайша айтқан кезде кемелдіктің шегін көрсетті. Былайша айтқан кезде пайғамбарлар. Адам қасиеттер бар, неше түрлі жақсы қасиеттер. Сол қасиеттердің кемелдігінің шегін олар өмірлерінде не істеді? Көрсете білді дейді. Енді тағы бір сұрақты өтіп кетейік. Мәл фарқу байнал муъжиза ва сихр. Қазір бізде көп бұл нәрсе. Сиқыр мен муъжизаның айырмашылығы неде дейді сұрақ келесі. Муъжизаны түсіндік. Енді біздің өмірімізде тағы не бар? Сиқыр деген бәле бар да. Енді екеуінің айырмашылығы неде дейді? Ас-сихру амрун хариқун лил-адати фи бадил ра'i тумкину муарадатуху лианнаху мабнун алал-асбаб дейді. Сиқыр деген нәрсе бір көзбен қарағанда, бір бастапқы кезде қараған кезде әдеттен тыс нәрсе секілді көрінеді дейді. Сиқыр. Көрдіңіз бе қалай айтып жатыр? Әдеттен тыс нәрсе секілді бастапқы кезде көрінеді дейді. Мұғжизада қалай болды? Мұғжизада нақты айтты. Ол не? Әдеттен тыс болатын нәрсе. Бітті. Үзілді кесілді сондай нәрсе ол. Өйткені мұғжизаны басқа адам не істей алмайды? Істей алмайды. Ал мынау солай көрінеді жай. Әдеттен тыс сияқты болып көрінеді бастапқы кезде. Түсінікті? Яғни кейбіреулердің ойларынша, кейбір адамдардың. Тумкину муарадатуху. Оған қарсы тұруға болады. Көрдіңіз бе? Мұғжизаға қарсы тұра алмайсың. Өйткені ол адамның қолынан келмейтін нәрсе. Ал сиқырға қарсы тұруға болады деп жатыр. Лианнаху мабниюн. Себебі ол сиқыр не нәрсеге негізделген дейді? Алал асбаб, себептерге. То есть сиқырды адам не істей алады? Машықтанып, үйреніп алуына болады. Шамалы не істесе болды, сонымен айналысса, я тренировка жасаса, Құдай сақтасын, бірақ жасап жүрмеңіздер. Түсінікті? Бұны біз не істейміз? Бұл сиқыр мәселесіне имам Биркауидің жаңағы Тариқат Мұхаммадиясында арнайы әлі тоқталамыз бұл нәрсеге. Жалпы сіздер айтып отқаным ғой, бұл нәрсеге не істеуге болмайды? Баруға болмайды. Қандай жағдай болмасын. Түсінікті? Бұл шариғатымызда тыйым салынған нәрсе. Бірақ айтып жатыр, оны үйренуге болады деп жатыр. Мән арафаха дейді, ва таатаха хасала аля ядихи даликал амр дейді. Кім осы нәрсені біліп алса, жаңа қайта соны істесе, машықтанып. Сол кезде дейді, хасала аля ядихи даликал амр. Осы іс, жаңағы сиқыр деген іс, оның қолынан не істей бастайды? Келе бастайды. Түсінікті ғой? Оны киноларда, өмірде де не істеп жүрсіздер? Байқап жүрсіздер ғой, адамдар не істейді? Кейде сиқырлап кетіп қалады, жоқ болып кетеді, бірдемені істеп. Соны айтып отыр. Фахуа фил хақиқати ва нафсил амр ғайру хариқин лил ада. Ал бірақ ақиқатында бұл сиқыр әдеттен тыс нәрсе емес деп жатыр. Түсінікті ғой? Бұған байланысты ва ғарабатуху иннама хия бин назар лил жахлил асбаб. Адамдарға бұл әдеттен тыс нәрсе болып көрінетін себебі дейді. Өйткені адамдар не істейді? Жаңағы сиқыр жасауды просто білмейді. Сосын білмегеннен кейін олар ойлайды. Мынау да әдеттен тыс нәрсе жасап жатыр, мынау да керемет екен деп ойлайды. Түсінікті ғой, Түсінікті, сол үшін айтыр. Ғарабатуху деп жатқан жаңағы оның өзгешелігі дейді. Расында ол не? Биназар лил жахлил асбаб, яғни сол себептерін қалай жасаудың жолын білмегеннен кейін адам, ол адамдарға солай көрінеді деп отыр.
وأما المعجزة فإنها خارقة للعادة الحقيقة. Ал енді мұғжиза болса, ол жаңағы әдеттен тыс, ақиқи әдеттен тыс болатын нәрсе. لا يمكن معارضتها. Оған қарсы ешкім істей алмайды. Келе алмайды, қарсы тұра алмайды ол нәрсені. فلا يمكن الساحر أن يفعل مثل ما فعل الأنبياء. Өйткені жаңағы сиқыршы қандай керемет, ең мощный сиқыршы болсын жер бетіндегі, жаңағы пайғамбардың жазаған мұғжизасын істей алмайды. Істей алмайды деп жатыр. Түсінікті? Мен жa'лил мәйти хайян. Мәселен, жаңағы сиқыршы өлген адамды істей алмайды, тірілте алмайды. Бірақ ақиқатында олар ол нәрсені жасай алмайды. Ва қалбил аса хайятан, мысалы таяқты айдахар, жылан қылып жіберу. Вализа аманат сахарату фирғаун би Муса алейхиссалам. Алдында біз айттық, сол үшін де сиқыршылар Перғауынның не істеді? Мусаның құдайына иман келтірген кезінде. Сол үшін дейді. Түсінікті? Өйткені олар жасай алмады сол нәрсені. Сол үшін олар растады. Лима сарат асаху хайятан хақиқиятан. Себебі Мусаның таяғы жылан болып кетті. Не үшін? Өтірік емес, ол көз бояушылық емес. Ол шынымен де жылан болып кетті. Негізі өмірде олай болмау керек, бірақ ол солай болып кетті. Сиқыршылар да өз көзімен соны істеді, көрді. Ал олардың жіптері не істеп тұрды? Өздерінің көздерінде жіп болып тұрды. Просто адамдардың көзінде ол не болды? Жылан болды. Түсінікті? Соны айтып отыр. وَابْتَلَعَتْ عِصِيَّهُمْ وَحِبَالَهُمْ дейді. Осылайша не істеді? Жаңағы сиқыршылардың таяқтарын, сиқыршылардың жіптерін, жаңағы Мусаның айдахары, Мусаның жыланын істеп жүрді, жұтып жіберді дейді. لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَأْتِي بِسِحْرٍ. Осылайша жаңағы сиқыршылар түсінді дейді. Мусаның бұл жасап жатқан нәрсесі сиқыр емес екенін. وَسِحْرُ مَصْدَرُهُ مِنْ نَفْسٍ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ дейді. Енді қараңыз, сиқыр қайдан шығады деп жатыр. Не үшін адамдар сиқырға барады дейді. Себебі қандай да бір адамның нәпсісі жаманшылыққа бұйыратын нәпсі болса, міне сондай адамдардан істейді сиқыр шығады деп жатыр. Түсінікті ғой? Яғни біз өзіміздің нәпсімізді егер бағындырмасақ, тәрбиелемесек, ертең біз де не істеп кетуіміз мүмкін. Жаңағындай тығырыққа тірелген кезде, қиыншылыққа ұшыраған кезде, мысалы болады ғой, бір жауыңмен жаңағы тайталасып жатқан кезде шаршап кетесің, уже сен жеңіп бара жатады, сол кезде не істейсің? Амал жоқ, кетіп қалуы мүмкін сол кезде сиқырға. Түсіндіңіз бе? Лишь бы ана нені істеу үшін? Жеңу үшін. Келесінде не істейсің? Уже заңсыз жолдарға өтесің бе? Түсіндіңіз бе? Барасың адамға не істейсің? Сиқыр жасайсың. Қазір өмірде болып жатқан нәрсенің бәрі сондай. Түсінікті? Бірақ дегенмен сиқырға қарсы тұратын нәрселер жоқ емес, Құдайға шүкір. Бар. Алла Тағала не істеген? Одан да сақтандырып қойған. Құдайға шүкір бізге не берген? Құран берген, руқия деген нәрсені берген. Сол себепті осы нәрселерді кімде-кім әрдайым өзі сақтанып жасап жүрген болса, былайша айтқан кезде Алланың рұқсатынсыз ешкім сізге не істей алмайды? Сиқыр жасай алмайды. Түсінікті ғой? Бірақ дегенмен жаңа айтып жатыр, сиқыр келіп шығатын неден? Сол жаңағындай нәпсіден. Күнәға итермелейтін. Ананы істе, бүйт, сөйт, күнәні жаса, сиқыр істей салсай деген сияқты осындай нәпсі болса, сол нәпсіні істейді, сондай адам барып сиқырға жүгінеді деп отыр. Такуну музхиран лил фасад. Осылайша не істейді? Бүлік жасайды. Жер бетіне бүлік шығады дейді. Вал муъжизату масдаруха. Енді муъжиза қайдан келіп шығады? Мин нафси закиятин. Ол таза, күнә жасамайтын сондай таза нәпсіден, яғни сондай адамнан шығады деп отыр. Музхиран лис салах. Керісінше не істейді? Игілікті жеткізеді бұл дүниеге. Яғни мұғжиза көрінсе, жер бетіне игілік тарайды. Сиқыр жасалса, жер бетіне не тарайды? Бүлік. Мысалы, күйеу мен әйелдің ортасын бөлетін нәрсе не ол? Туысқан мен туыстың ортасын бөлетін не ол? Осының бәрі сол сиқырлар. Дос пен достың ортасын. Түсінікті? Ал мұғжиза деген нәрсе керісінше не істейді? Адамдардың ортасына не әкеледі? Игілікті әкеледі деп жатыр. Вал иршад, туралыққа бағыттайды. Түсінікті ғой? Сиқыр адамды не істемейді ешқашан? Туралыққа бағыттамайды. Ол тек қана жаманшылыққа алып барады. Сол себепті Алла Тағала баршамызды не істесін? Осындай нәрселерден сақтасын. Енді мына жерде сиқырға байланысты
пайғамбарымыздың хадисін айтып кетейік. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, Абу Хурайра жеткен бұл хадисті 7 түрлі жаңағындай құртатын нәрселерден сақтаныңдар деген. 7 түрлі именно құрдымға кетіретін, құртып жіберетін, сендерді жойып жіберетін, сондай 7 түрлі нәрседен сақтаныңдар деген пайғамбарымыз. Қалу я Расулулла ва ма хунна. Сол кезде сұраған пайғамбарымыздан, ол 7 не нәрсе деген бізді құртатын. Сол уақытта пайғамбарымыз айтады, қала әшширку биллах, біріншісі не екен? Аллаға серік қосу. Екінші әс-сихр, жаңа біздің айтып отқан сиқыр. Ва қатлу нафси лати харрамаллаху илля бил хақ, және Алла өлтіруге тыйым салынған адамды өлтіру. Түсінікті ғой? Илля бил хақ деп отқан, яғни өлтіруге рұқсат беретін жағдайлар болады. Ана біздің қазіргі заңнамамызда секілді андай кейбір жерлерде бар, өлім жазасы бар. Сол кезде не істейсің? Өлім жазасына кесілсең, сонда бір соған лайықты бір қылмыс жасап, ол кезде сен өлтіруге не болады? Рұқсат етіледі. Түсінікті ғой? Заңнамамен де, бірақ неге? Өйткені сен соған лайықты не жасадың? Жаза жасадың. Сол себепті сен өлтіруге рұқсат береді. А қалған уақытта өлтіруге ешкімді не істемейді? Рұқсат бермейді деп жатыр. Түсінікті ғой? Бізде бірақ дегенмен ондай заң жоқ. Біздің елімізде не болады? Амнистия берілген, адам өлтіру, сол себепті бізде вообще өлтіруге болмайды ешкімді. Түсінікті ғой? Бірақ Алла тағаланың нелері бар? Заңдарында, шариғатында адалет, қазының, судьяның шешіміменен рұқсат етілетін жағдайлар бар. Ол енді біздің тақырыбымыз болмағасын, оған біз қазір тоқталмаймыз. Сосын не еді? Уаклур риба, процент, өсім жеу. Уаклу мәл ятим, жетімнің малын жеу. Уаттауали яумил захф, соғыс майданынан қашу. Уақазфул мұхсанат, жаңағы таза әйелдерге жала жабу. Әл-муъминатил ғафилат, жаңағындай сол жалаға лайықсыз болған таза әйелдерге жала жабу. Осы 7 нәрседен істеңдер деген пайғамбарымыз сақтандар деген. Муттафақун алейх, бұл хадисті имам Муслимда, имам Бухарида риуаят еткен, және имам Муслимнің риуаятында имам Науави рахмауллах бұл фи шархи сахих Муслим айтады: әл-машхур ижма әл-муслимин, көрдіңіз, бүкіл мұсылмандардың бір ауыздан келісімі бар дейді. Аля анна сихра ла язхару илля аль фасиқ. Сиқырды жасайды тек қана кім деп жатыр? Пасық адам ғана жасайды дейді. Түсінікті ме? Сиқырды тек қана пасық адам ғана жасайды. Мұсылман адам жасамайды. Түсінікті ғой? Пасық, былайша айтқанда мұсылман дегенде пасық мұсылман ғана жасайды ғой. Түсіндіңіз ба? Құдай сақтасын ондайдың. Пасық қана жасайды деп жатыр. Фа амалу сихр ал-ханит харам деп жатыр. Кім сиқыр жасайтын болса, ол харам нәрсе, үлкен күнә жасаған болады. Ва хуа мин кабаир, үлкен күнәлардың қатарына жатады. Бил иджма, бүкіл ғұламалардың келісімі бойынша. Ва қад якуну куфран, тіпті ол кейде не істейді? Күпірлік болуы да мүмкін. Жаңағы сиқыр бар ғой. Ва қад ла якуну куфран, кейде ол күпірлікте болмайды. Бәл мағсия, бірақ күнә қандай? Кабира, үлкен. Фа инна кана фи қаулун ау фи'лун яқтадил куфра кафара дейді. Егер сол сиқырдың жасалып жатқан кезінде арасында қандай да бір күпірлікті білдіретін сөздер айтылатын болса, ол кезде ол адам кәпір болып кетеді дейді. Өйткені сиқырдың түрлері бар ғой, неше түрлі. Құдай сақтасын. Сол кезде сол сиқырдың сөздерінің арасында күпірлік сөздер бар болса дейді, ол не істейді? Ол адам кәпір болып кетеді дейді. Уайля фәлә дейді. Егер ондай күпірлік сөздер болмаса, онда ол күпірлік болмайды, бірақ бәрібір не болады? Үлкен күнә болады. Уамма тааллумуху, көрдіңіз, сол сиқырды үйрену, ва таалимуху, басқаларды үйрету, фахарамун, тыйым салынған. Сол себепті бұған баруға болмайды. Жақсы, осымен сабағымызды бүгін тоқтатайық. Иншалла, келесі сабақта өтетініміз мәл фарқу байнал муъжиза вал карама. Яғни муъжиза менен карама. Карамет керемет бар қазақша. Кімнің қолынан жасалады? Әулие. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.